Сәлеметсіздер ме? 9 сынып бойынша тербелістер мен толқындар бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың есептерін шығарамыз. Номер бірінші есеп. Кестенің қай жолы графигінде дұрыс анықталған тербеліс периоды мен жиілігін анықтаңыз. Период дегеніміз бір тербеліс жасауға кеткен уақыт. Демек, мына жерден шықты ма? Мына жерге қайтадан оралды. Осы оралуға кеткен уақыт бір тербеліс болып табылады. Бұл бір тербеліске міне 4 оның минус 3 дәрежесі. Демек, периодымыз 4 миллисекунд деген сөз. Ал енді жиілігімізді табу үшін бірді 4 оның минус 3 дәрежесіне бөліп жібереміз. Сонда 0,25 оның 3 дәрежесі шығады. Бұл дегеніміз 4 миллисекунд және 250 герц шығады екен. 250 герц. Келесі екінші тапсырманы орында тербеліс жиілігін табамыз. Циклдік жиілігін, яғни омега тең 2 пи ню. Ол тең 2 көбейту 3,14 көбейту 250. 250-ге көбейтсек 500, 500-ді көбейтем 3,14-ке. 1770 герц. Герц емес, бізде радиан бөлінген секунд. Келесі тапсырманы орында, екінші тапсырма. 1 секундтағы тербеліс периоды мен жиілігі. Мына тербеліс периоды 1 секунд болса, жиілік табу үшін бірді периодқа бөлеміз. Яғни бұлда 1 секунд деген сөз, 1 герц деген сөз. Демек, шын деген сөз. Келесі есеп. Қатаңдығы берілген, массасы берілген тербелістің периодын табуымыз қажет. Так, тербелістің периоды Т тең 2 пи түбір астында М бөлінген К. Так, 2 көбейту 3,14 түбір астында 0,2 бөлінген 12. 0,2-ні бөлемін 12-ге, тең 10-ны түбір астынан шығарам, көбейтем 6,28-ге. Тең болады 0,8 секунд. 0,8 секунд. С жауап болады екен. Келесі есеп шығарайық. Так, серіппелі майтегі жүктің массасын 4 есе арттырып, қатаңдығын 4 есе кемітсек, период қалай өзгереді дейді. Яғни Т тең 2 пи түбір астында, яғни массаны 4 есе арттырамыз, 4-ем, қатаңдық 4 есе кемітеміз, К бөлінген 4. Так, мына 4 жоғары шығып кетеді, сонда 2 пи түбір астында 16-ем бөлінген К. Яғни 16-ны түбір астынан шығарсақ, 4 есе артады. Так, енді келесі сұрақ, математикалық магнитик берген периодын табамыз. Яғни Т тең 2 пи түбір астында L бөлінген G. 6,28 2 пиіміз. L-ымыз 40 сантиметр, 0,4 метр, бөлем 10-ға. Сонда бізде 6,28-ді 0,2-ге көбейтем. 0,4 түбір астынан шығарсам 0,2. 6,28-ді көбейтем 0,2-ге. Тең болады 1,256. 56 секунд. Келесі тербеліс жиілігін табыңыз дейді. Тербеліс жиілігін табамыз. Нөл тең 1 бөлінген Т, нөл тең 1 бөлінген 1,256. 156 тең болады. 1-ді бөлем 1,256-ға. 0,79 жұқтап 0,8 деп аламыз. 0,8 герц. Келесі тапсырма. Егер математикалық магниттік ұзындығын 4 есе арттырсақ, период қалай өзгереді дейді. Т тең болады 2 пи түбір астында L бөлінген G. Демек, 2 пи түбір астында 4 L бөлінген G. 4 түбір астынан шығарсам, 2 пи L бөлінген G. 2 көбейтіліп тұр. Демек, 2 есе артады. Келесі тапсырма. Сурет берілген. Осы сурет бойынша периодты табамыз. Период дегеніміз мына жерден шықты, яғни бір тербеліс жасауға кеткен уақыт. Демек, мына жердегі уақыт. Мына жердегі уақытымыз 2 секундқа тең. Периодымыз 2 секундқа тең. Жиілігін табамыз, бірді периодқа бөлеміз. Яғни бірді 2-ге бөлеміз. Тең 0,5 герц болады екен. Келесі толқынның таралу жылдамдығын табамыз. Яғни жиілікті табу үшін жылдамдықты толқын ұзындығына бөлуші едік. Енді осы жерден жылдамдықты табу үшін жиілікті толқын ұзындығына көбейтеміз. Сонда бізде жиілігіміз 0,5 болды. Көбейтем. Толқын ұзындығын, мына жерден қараймын, толқын ұзындығын 20 сантиметр, демек 0,2 метр. 0,2-ге көбейтсем 0,1 метр бөлінген секунд шығады екен. Келесі қарайық. Электромагнит толқындар берілген шкала бойынша, осы шкала бойынша сәулелердің толқын ұзындығының кем көретімен. Яғни толқын ұзындығы ең көбі бізде радио толқындары.
жиілігі ең аз, толқынның ұзындығы ең көп радио толқын. Енді радио толқынын бері қарай жазамыз. Яғни бірінші радио толқын болады. Бірінші радио толқын. Екінші толқын бізде инфрақызыл. Үшінші толқын бізде көрінетін жарық. Төртіншісі ультра күлгін. Бесінші орында рентген. Алтыншы орында гамма болу керек. Енді осын қара. Бізде радио толқын нешінші тұр? Радио толқын демек үшінші тұр, мына жерге үш қоямыз. Инфрақызыл нешінші тұр? Инфрақызыл екінші тұр, екі қоямыз. Көрінетін жарық бесінші тұр. Ультра күлгін алтыншы тұр. Рентген төртінші тұр. Гамма бірінші тұр. Демек 3, 2, 5, 6, 4, 1. 3, 2. Көрінетін жарық бізде бесінші тұр, иә, сонда. Демек 3, 2, 5, 6, 4, 1 болады жауабы бізде. 3, 2, 5, 6, 4, 1. Келесі бізде қарайық. Wi-Fi-ның сәулеленуі 4-5 гигагерц. Гига дегеніміз, яғни 4-5 гига дегеніміз 10-9 дәрежесі герц аралығында. Енді осы суреттен қараймыз, 10-9 дәрежесі герцтен аспау керек. Бұл жерде міне қараймыз, 10-10 дәрежесі, 10-8 дәрежесі. 3 көбейту 10-10 дәрежесі, 3 көбейтілген 10-8 дәрежесі. Осы екеуінің арасында тұрса 9 дәрежесі. Демек радио толқын болады екен жауабы. Төртінші сұрақтың жауабы радио толқын.